Қазақ әдебиеті сабағы, сабақтың тақырыбы Қазақ солдаты романы. Сабақтың мақсаты Ғабит Мүсірепов туралы мағлұмат беру, еңбектермен таныстыру, шығарма арқылы Қайрош бейнесін талдау, және де оны терең түсіне білуге, қызыға оқуға жетелеу, сыни тұрғыдан ойлау арқылы өз пікірлерін қорғауға дағдыландыру, көркем сөйлеуге және өзгенің пікірін сыйлауға үйрету. Қайрош бейнесі арқылы адамгершілікке, жинақылыққа, отаншылдыққа, достыққа, қайырымдылыққа, кішіпейіл болуға тәрбиелеу. Ғабит Мүсіреповті мақтаудың керегі жоқ. Ғабит Мүсіреповпен мақтануымыз керек, деді Зейнолла Қабдолов. Ғабит Мүсірепов 1902 жылы қазіргі солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданында шаруа отбасында дүниеге келді. Азан шақырып қойған аты Ғабды әлі Ғабит. Оның арабша Құдайдың құлы деген мағынаны білдіреді. Қаламгердің әкесі Махмұд діни сауатты, өз ортасында беделді, парасатты адам болған. 1908-1910 жылдары өз ауылында молдадан оқып, арабша хат таныды. 1916 жылы Ғабитті нағашысы Оңғарбай шаруаға көмектесуге алып кетеді. Артынша ақпан көтерілісі басталып, әскерде жүрген Оңғарбайдың балалары елге оралады. Осыдан соң шаруадан қолы босаған Мүсіреп ауылдағы Ыбырай Алтынсарин жүйесімен ашылған орысша қазақша бастауыш мектепте оқиды. Онда ол белгілі ұстаз Бекет Өтетілеуовтен дәріс алады. Мұғалім болашақ жазушының әдебиетке ерекше ықыласы аударуына септігін тигізді. Сондай-ақ Ғабит орыс тілін жетік меңгеруге мүмкіндік алды. 1918-1921 жылдары Пресногорск станциясындағы жоғары 7 жылдық училищеде орысша білімін шыңдайды. Ал 1920 жылы Сәбит Мұқановпен бірігіп, Орынбордағы жұмысшы факультетіне оқуға түседі. Білім беру ордасында әлем әдебиеті сабақтары мен 20-19 ғасырдағы орыс классиктерінің шығармаларымен танысады. 1916-18 жылдары Қостанай уезінің Обаған болысындағы 2 сыныпты бастауыш училищесінде оқуын жалғастырады. 1918-1921 жылдары жоғары бастауыш училищеде білім алады. 1920-1926 жылдары Орынбордағы жұмысшы факультетінде оқиды. 1927 жылы партия қатарында өтеді. Омбы ауыл шаруашылық академиясында білім алады. 1927 жылы 28 жылдары Бурабай орман шаруашылығы техникумында оқытушы болып істейді. 1928-1932 жылдары Қазақ мемлекеттік баспасының бас редакторы қызметін атқарады. 1932 жылдары 4 шілдеде республикаға танымал адамдармен бірлесе отырып, халықтың басына төнген аштық нәубет жағдайында Қазақ өлкелік комитетіне бесеудің хатын жолдайды. 1934-1935 жылдары Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы қызметін атқарады. 1945 жылы Қазақ батыры повесі жарық көреді. 1950 жылы Қазақ батыры повесі өңделіп, толықтырылып, Қазақ солдаты романы болып жарияланды. 1972 жылы Қазақстан жазушылар одағы басқармасының хатшысы. 1984 жылы Қазақ КСР жоғары кеңесінің төрағасы қызметін атқарды. 1985 жылдары 31 желтоқсанда Алматы қаласында дүниеден өтті. 2002 жылы 100 жылдық мерейтойы қарсаңында солтүстік Қазақстан облысындағы бір ауданға Астана қаласындағы көшелердің біріне Қазақ мемлекеттік балалар мен жас өспірімдер театрына есімі беріліп, ескерткіші қойылды. Қайырғали қалаға барғанда балалар үйінде тәрбиеленеді. Сол кездегі балалар үйі мен қазіргі кездегі балалар үйінің айырмашылығы не деді? Тұлдыр жетім, әке-шешесі жоқ адам. Тірі жетім, әке-шешесі тастап кеткен балалар. Зұлмат, қолмен жасалатын қылмыс. Нәубет, Құдайдың жасасынан болатын қасірет.
жетім балалар үйі. Шығарманың кейіпкерлері: Қайрош романының басты кейіпкері, ол Кеңес одағының батыры Қайырғали Смағұлов болып табылатын Қайрош Сарталиев еді. Ол 1941-1945 жылдардағы соғысқа бастан аяқ қатысып, Кеңес одағының батыры атағына ие болған адам. Романда өзінің батырлығы мен ержүректілігімен, қайтпас қайсар мінезімен ерекшеленеді. Ол тек шыншылдықты, әділдік пен адалдықты қалайтын жауынгерлердің бірі. Ол туған жер есіне түскен сайын қанаттанып, көкке жүзгендей болады. Алайда соғыс оның өмірінде үлкен із қалдырды. Содан бері ол Қайрош Сарталиев алған бетінен қайтпайтын бір бетке жан болып қалады. Шеген дене бітімі сымбатты келген Қайроштың алғаш қалаға келгендегі достарының бірі еді. Ал Бораш болса, ол өнерге жаны жақын, әсемдік атаулыға құштарлығы жоғары Қайроштың достарының бірі. Володя Толстов, Самет Абдуллаев, Гришин Кеңес елінің ұлт өкілдерінен құралған армия жауынгерлері. Самет Абдулов болса әзілқой жауынгер, ал Семизонин алып тұлғасымен ерекшеленетін жауынгерлердің бірі еді. Қазақ батыры повесі 1950 жылы Қазақ солдаты деген атпен басылып шыққан. Бас аяғы 300 беттен тұрады. Роман 3 бөлімде, бөлімдер бірнеше тарауларға бөлінген. Романның бірінші бөлімі 10 тараудан, ал екінші бөлімі 13 тараудан, үшінші бөлімі 11 тараудан тұрады. Бас кейіпкер Қайрош Сарталиев, прототипі Кеңес одағының батыры Қайырғали Смағұлов екені оқыған жанға айдан анық. Зытып келем, артыма қарай зытып келем, зытып келе жатқаным қашып келемін. Артыма қарай беретінім қорқып келемін. Шығарма басы осылай басталады. Оқиға Қайроштың сөзімен баяндалады. Сиыр айдап жүрген бала шығарма соңында ержүрек қайсар, батыр тұлға болып қалыптасады. Барлық кейіпкерлердің әр прототипі бар. Демек, ойдан шығарылмаған әдеби шындығы бар роман. Соғыста жауынгерлердің жан қиярлық ерлігі шешуші рөл атқарады. Соғыс стратегиясы мен тактикасын жете зерттемеу адамды қырып, орны толмас өкінішке соқтыратыны сөзсіз. Жазушы қазақ солдатында болып, болаттай төзімді, жаны сергек, досқа адал, дұшпанға ажал солдаттарды тәрбиелеуде еңбегі өлшеусіз, ақылды, білімді, саяси жетекші политрук Рябикиннің тартымды образын жасаған. Ол өте қарапайым, әділ шовинизм келіскеселі бойына жұқпаған, кіммен де, қай ұлттың адамы, қандай тәрбиенің ықпалында жүргенінің де жанына жол тауып, ортақ іске жұмылдыруға қажырлы жететін ержүрек, жомарт мінезді командир еді. Ал майор Русаков соғыс ісін, техниканы, шабуыл тактикасын, қарсы күштің қуат күшін, мүмкіндігін бағалап, қиын қыстау тығырықтан шығар жолды тауып, асықпай байыппен қимылдайтын, алды кең тәжірибеге бай, көреген әскери басшы еді. Ол ұйымдастырған шабуыл аз шығынмен үлкен табыспен жеңіске жетеді. Өйткені ерлікке өзі бастап, жауынгерлеріне қуат беріп, жеке басының өнегесімен тәрбиелейді. Темірдей тәртіпті сүйеді. Соғыста жауынгерлердің жан қиярлық ерлігі шешуші рөл атқарды. Ал соғыс стратегиясы, тактикасы жеке зерттеу адамдарды қырып, орны толмас өкінішке соқтырады сөзсіз. Жазушы қазақ солдатында болаттай төзімді, жаны сергек, досқа адал, дұшпанға ажал солдаттарды тәрбиелеуде еңбегі өлшеусіз, ақылды, білім, саяси жетекшілерді бейнелеп келді. Неге зұлым жаумен шайқасып жүрген боздақтардың, жауынгерлеріміздің отан үшін қасып қаны қалғанша айналысып, жанын пида етуге бел буады. Осының бір бұлтартпас дәлелі болу керек қой. Сондықтан жазушы бірден майдан даласындағы суретті алдыға тартуға асықпайды. Аңыздағы аймалап шыншылға қадалған, күн астында ерні жарылып,
жалаң аяғы тілім болып, шанышқы безектеткен сиырлардың соңынан жаны шыра қуған қорғансыз сәби. Бір торпақ жоғалса, 10 жыл сарайға қамалу, күтіп тұрған тозақтан құтылудың жолы қалаға қашу деп түйеді. Өйткені ағасы Айдынғали Қайрақты колхозы ұйымдасып жатқанда, оның қызығына алдын ала тойып, аяқ еңбек іздеп қалаға кеткендігі көңілінде қалып қойған. Бұл да әлінен асқан азап пен дырау қамшы уақытына шыдай алмай, бақыт сыйлар қалаға артына қарай зытады. Обал не, кеңес үкіметі ауылдан қашып, қаланың көшесінде тентіреп жүрген Қайрош, Бораш, Шеген, Сергей тәрізді кезбе жетімдерді жинап, балалар үйіне тәрбиелейді. Ақысыз, пұлсыз тамақтандырады, киіндіреді, білім береді. Қулық, арамдық, пайда күнемдік, жағымпаздық, бойкүйез, арамтамақтық, әлімжеттік, қаныпезерлік, қатыгездік тәрізді ұнамсыз қылықтардан жирендіріп, өнерлі де жайсаң, жаны азамат қатарына қосады. Шыңдап шынардай сымбатты жігіт етіп өсіреді. Оларға мамандық береді, жарқын болашақтарының сара жолын салып береді. Қатарынан қалдырмай, әкеңнен артық жақсылық, шешеңнен мейірім сыйлайды. Бас қаһарманы Қайрош Сарталиевтің балалық шағы азамат болып қалыптасуына дейін басынан кешкен оқиғаларын байыптайды. Ұлы Қазан төңкерісі социалистік құрылысты жүзеге асыру кезеңіндегі аумалы төкпелі ауыртпалығы мол шақта өскен Қайрош не көрмеді дейсің? Бұғанасы бекіп, қабырғасы қатпаған 10 жасар жетім бала аш жалаңаш жүріп, нан тауып жеудің амалын түгел бастан кешті. Бір табын сиырды алдымен салып беріп, бейнетке жеккен аздай, астында қара көк арғымағы, қолында ырғай сапты дырау қамшысы бар қара мұрт басқарма қырына ала бастады. Ғабит Мүсіреп алғаш бірі болып соғыс кезіндегі халықтардың бауырластық достығын көрсете отырып, совет жауынгерлерінің бейнесін жасады. Кеңес одағының батыры аға сержант Қайырғали Смағұлов басынан кешкен жайларын апталап айтқызып, бәрін қорытып санада саралап барып, повесть дүниеге келді. Күллі Европаны таяу, шығысты табаннан тік тұрғызып өртке тұншықтырған, көк темірге құрсанған жау кеңес одағынан мылжа-мылжасы шығып, масқара болып жеңілді. Қайрош Айдынғали Қайрақты колхозы ұйымдасып жатқанда, оның қызығына алдын ала тойып, еңбек іздеп қалаға кеткенде көңіліне қаяу қалып қояды. Бұл да әлінен асқан азап пен дырау қамшы отына шыдай алмай, бақыт сыйлар қалаға артына қарай зытқан еді. Зытып келем, артыма қарай келе жатқаным, қашып келемін. Артыма қарай беретінім, қорқып келемін деп, шығарма басын жазушы сирайдап жүрген Қайроштың сөзімен бастап, оның соңында ер жүректі, қайсар батыл тұлға болғанын әңгімелейді. Қайрош романның басты кейіпкері. Ол кеңес одағының батыры Қайырғали Смағұлов болып табылатын Қайрош Сарталиев еді. Ол осы кейіпкердің образын жасауда жазушы қандай шеберлік танытты, Қайрош бейнесі қалай сомдалды. Ал Қайырғалидың бойында қандай жақсы қасиеттері бар. Қайырғали есею, өсу жолдары. Ол ұстаз, батыр, жауынгер, шекарашы, шаштаразшы, оқушы, бала күтуші, бақташы да болды. Біріншіден, Қайрош ол төзімді, қиын жағдайда еңсесін түзіп езілмейтін, сонымен қатар қайғы-мұңға бой алдырмайтын жігерлі жауынгер. Романда соғыс шындығының талай қиын өткелдері, жауынгерлер басынан өткен талай қатерлі сынақтар көрсетілген. Осы қысылтаяң кезеңде Қайрош үнемі сабырлы, байсалды қалыпта көрініп, қиындықтан шығудың жолын тауып отырды. Ер мінезділігімен, алғыр ойымен, батыр тұлға әрдайым серіктерін сүйсіндіріп, оларға үлгі болып көрінді. Мәселен, романда Қырым жағасында соғыс сипатталған бір сәтті көз алдымызға келтіріп өтелік. Сол бір қиыл заманда совет сарбаздарының оқ-дәрілері азайған, азық-түліктері таусылған,
көп күн ұйқы көрмей қажып шаршаған кездері болатын. Осы қатаң шайқаста Қайроштың көр серігі, жан жолдастары ерлікпен қаза табады. Толстов, Гришин, Қайрош үшеуі ғана тірі қалады. Егер жау берілмесе, оны құрттар болар еді. Дұшпанмен қанды шайқас үстінде әр совет жауынгерінің көкейінде сайрап жатқан сөз осы еді. Дұшпанға қарсы ерлікпен күресу үшін жауынгердің бойында отанға деген зор махаббат болуымен қатар, оның оттай жүрегінде дұшпанға деген ызалы өшпенділіктер лапылдап жанып тұруы керек. Ғабит Мүсіреп Қайрош пен оның майдандастарының ерлігін суреттегенде, олардың бойындағы осы қасиеттерді толғана ашып отырады. Шығарманы оқығанда оқушыны өзіне баурап, оны ерлік сезімге бөлеп отыратын салалары міне осындай еді. Жалпы Ғабит Мүсіреп қазақ әдебиетінің проза, драматургия, публицистика, журналистика, әдеби сын салаларының дамуына еңбегін сіңірген үлкен суреткер жазушы еді. Ғабит Мүсіреп творчествосы қазақ өнерінің сұлу бір арнасы. Ғабит әні таза үнді, әсем әуезді, шарықтау ән. Ғабиттің арнасы мөлдір, тұнық арна. Ғабит шығармалары ұзақ баптап, әбден жаратып, жал құйрығын сүзіп барып, бәйгеге қосқан жүйріктерді еске түсіреді. Оның шығармалары әдебиетімізге мәдениет, көркемдік, тереңдік әкелді, ұлттық және интернационалдық сипаттарды тұтастырды, деп жазушының шығармашылығына профессор Рымғали Нұрғалиев өз бағасын берді. Жазушы көркем тілмен, көркем әдебиетте көрнекті орын алып, ұрпағына талай тәлім қалдырды. Өздеріңіз өткен мінекей Ғабиттің бірнеше жинақтары, Қазақ солдаты, Қазақ әйелі, ұлпан еңбектері бар еді. Ғабит Мүсіреп өзінің қоғамдық, публицистік, журналистік, сыншылдық қызметімен туған халқының мәдениетінің дамуына зор еңбек сіңірді. Алайда қазақ халқы оны үлкен суреткер, жазушы деп таныды. Халқымыздың өткен ғасырда бастан кешкен сан қилы күлдері тағдыры Мүсірептің құдіретті қалам арқылы көркемдік бейнесін тапты. Оның әдебиеттегі зор еңбегі көзі тірісінде өзінің жоғары бағасын алды. Үйге тапсырма: Ғабит Мүсіреп сөз езгері. Ғабит Мүсірептің Қазақ солдаты шығармасының мазмұнын оқу.